Ақтау қаласының шеткері аймағында орналасқан қатаң режимдегі колония. Бұндағылар жасаған қылмысына қарай топ-топқа бөлініп жүреді. Түрме заңы да сотталғандар түсінігі де сондай. 2009-да армияға кеттім. 2010-да келдім, декабрінде. Ауыл болғасында төбелес болады, ауыл мен ауылын бөліп мылтық берді қолыма. Өлтірем деген ой болған жоқ негізінде. Артынан келіп атқан кезден өліп қалды. Тоже ол да бір армиядан келген бала еді. Адам өлтіріп алғасын өкініште. Өзім күнәмді жуып шайғым келді енді, дінге келіп басамын. Еркін Абақтыға қылмыстық кодекстің 96 бабы адам өлтіріп түсті. Қолын қанға малған ол тәубе етемін деп сәждеге жығылады. 30-та діншіл топ Қалиевқа қорған болған боп жақын тартады. Бұл ең радикал, әрі қауіпті тәкпіршілер болатын. Олар өзгенің бәрін күпірлікке шығарып, елдегі заң жүйесін тағут деп мойындамайды. Аз уақытта еркінге де қатерлі дерттің вирусын жұқтырып, ерікті еріксіз түрде діни дискуссияға тартқан. Телефон болды ғой іште. Интернеттен тыңдағаным сол Надир Абу Халид деді, орысша болғасын. Бір эмоциональный болды. Когда приходит время трудностей. Сәлефи ағым санасын деп, ненің жаңа қарам, нені болады, не болмайды, сондай мәселелер айтты. Мемлекетке қарсы, конституцияға қарсы. Надир Медетов, лақап аты Надир Абу Халид, Сауд Арабиясында білімін шыңдаған, таза ислам жайлы лекциялар оқыды. Надир Абу Халид Дағыстанда заң қырына іліккенде пананы халықаралық террорлық топтан іздейді. Сирияға аттанып, Шам жерін қан сасытқан бүлікшілердің сапына ант беріп қабылданды. Интернетте жалған идеологияны насихаттап, әлемнің түпкір-түпкірінен талай адамды ажал аранына айдап тасалды. Өзі де сол сойқанда ажал құшты. Аллах Тағаланың жаңағы Құран кәрімде ят деген сөзді аудармаңдар деген ол. Бұл қол деген Алланың қолы бар, аяғы бар, Алланың келеді, кетеді деп, мұны адасқан топтар бар. Бұны мужассим, мушабих дейді. Мужассим деген Аллаға дене беруші, мушабих деген Алланы мақлуқтарға ұсатушы. Бұл топтан біз не? Ұзақ болуымыз керек. Ахлүсүнна уәл жамааттың жолы, пайғамбарлардың жолы, пайғамбарымыздың жолы, сахабалардың жолы, тура жолдағы ғалымдардың, ата-бабамыздың жолы. Аллах Тағала ешбір мақлуққа ұқсамайды, ешбір мақлуқ не? Аллаға ұқсамайды. Осы сенім. Аллах Тағала қалаушы, Аллах Тағала құдіретті, Аллах Тағала жоқтан бар қылушы. Осылай біздің жүрегімізде сенім болу керек. Надир Абу Халидті ұстаз тұтып, Абақтыдағы көп дауды дінмен бір көмілеген еркін де көп ұзамай назарға ілікті. Ақида мәселесінде көп шатасқан. Енді содан кейін жаңағыдай амал, экстремизм, терроризм бабымен таңдау 13-ші бар. Бәрі оңалды деп айта алмаймыз. Арасында жасыратындары да бар. Карантин болуына байланысты аптасына міндетті түрде жалпы кездесу болады. Ол кезде әрине жаңағыдай экстремизм, терроризм бабымен сотталғандар міндетті түрде қатыстырамыз. Сұрақтың үстінен келіп, тағы да мынандай проблема болғасын ойланасың ғой. Басты мақсатым сол тек көшеден тек шығу. Отбасымның қасына бару тек басқа ондай бір мақсатта жоқ. Солардың қасында болу тек негізі. Оның бостандыққа шығуына әлі 3 жылға жуық уақыт бар. Қазір ол криминалдан да, радикалдардан да алыс жүр. Діни ағым өкілдері көбісі жұмыс жасамайды түзету мекемесінде. Өздерінің ішінде бір нелер бар, шарттары бар енді. Мысалға, қазір таңда ол асханада жұмыс жасайды қосымша мысалға. Оның үлкен біздің бір нәтижеміз деп айтуға болады Қалиев еркін туралы. Ол түрмедегі жамағаттың әмірі емес, 3 баласына әке болғысы келеді. Бірақ қара тізімге оңай іліккен ол, күдікті сейілту қиын екенін түсінеді.